Ұлы Отан соғысы біткен кезде менің жасым 35 еді. Ол кезде 9-шы гвардия дивизиясының командирі болатынмын. Жамбыл облысы Шу ауданы Қонаев ауылы. Дінмұхамед Қонаев атындағы орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Алдасүгір Әділет. Бауыржан Момышұлына арнау. Ел есінде ерлігі ер атамның, арқасында сол ерлер ел атанды. Атқан таңға куә боп батқан күнге, болашақ ұрпақ бүгін мен атандым. Тарих бетін келеді парақтағым, жалған сөзді жаныма жаратпадым. Батыр бабам Бауыржан Момышұлын сөз етпекпін, сөзімді саралағым. Шыр етіп жерге түскен көл бастауда, жуалы жайлы мекен егін бауға. Шаруа отбасында өсті қара, биік шыңдар Алатау, Қаратауға. Заманында патшаның туған екен, ақ патшаны қызылдар қуған екен. Фашист ашып соғысты советтерге, ел басында қиын күн туған екен. Ортада өткен аштық бар, нәубеті бар, қиын қыстау, жоқшылық, өмір кеңкәр. Ала қанын аяулы ана көрмей, қанат қақты, биікке ұшты сұңқар. Отан қорғау болыпты мамандығы, бүгінде дәлелдепті заман мұны. Тактикасы Бауыржан деген айла, соғыста бұзып өтер қамалдыны. Кеңестік армияның қаһарманы, тік мінезді, талапшыл, адал жаны. Әр кеңестің сол кезде солдатындай, арпалысты қалғанша қасық қаны. Қызыл жұлдыз кешігіп кеудесіне, тағылғаны белгілі елесінде. Бұрмалауға болмайды сірә оны, бас тартыпты талай рет, сенесің бе? Қаһарман, қайсар мінез, батыр бабам, ойымды айтып от болам лапылдаған. Үлгі етер ұрпағыңбыз, өскелеңбіз. Сайрап жатыр өмір жолдар, қалдырған із. Ел үшін туған, ер жүрек, панам менің. Бір туар, ер, еліме данам дедім. Аруақ тұтып, атыңды әлпеш десем, жетер мекен, сағынышым саған менің.